Армысың қазақ елі, мен жас тілші Бағдат Ақнұр, мультимедиа журналистің бір күні атты репортажымызды бастаймыз. Журналист дегенде ең алдымен теледидардағы тілші, газет беттеріндегі мақалалар, радиодағы дауыстар бірден еске түсуі мүмкін. Ал енді мультимедиалық журналист деген кім? Оны қалай түсінесің дегенде ұзақ ойланып қалуыңыз мүмкін. Олай болса, мультимедиалық журналистің кім екенін анықтап алайық. Өздеріңіз білетіндей, ақпарат пен бақ бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Ақпарат, коммуникация және медиа құралдары арқылы тарайтыны сөзсіз. Сондықтан бұл ұғымдар бір-бірінен ажырамайды. Мультимедиалы өнімдерді пайдаланып, ақпарат тарату сенімді әрі медианың әр алуандылығын білдіреді. Бұл кезде бір оқиғаны баяндау үшін мәтін, фотомен қатар аудио, видео файлдарды қолдануға болады. Демек, мультимедиа журналисі болу үшін мәтін жазумен қатар фото түсіру, аудио және видео материалдарды өңдеп, өзге де медиа түрлерін пайдалана алу керек. Сапаның маңыздылығы. Ақпарат тұтынушы сізден сапалы ақпарат күтеді. Сіздің ұсынып отырған материалыңызда фото, видео жазба, аудио жазбалар болатын болса, олардың сапасына назар аударыңыз. Дизайнер мен IT маманының да рөлі арта түседі. Сіздің командаңызда ақпарат пен IT саласынан хабары бар. Сіздің ақпаратты бірден жүйеге келтіретін, визуализацияға көмектесетін бағдарлама жасай алатын дизайнер болса, сіздің мультимедиалық контентіңізге сұраныс көп болады. Әлеуметтік желілер мен блогтар. Әлеуметтік желілер дереккөзі және құралы болып табылады. Сондықтан сіз әрдайым ақпарат көзіне қосылуы болуыңыз керек. Аппаратура. Мақсатыңызға лайықтап, сіз өзіңізге керек деген аппаратураларыңызды анықтап алуыңыз керек. Мәселен, фотокамера, видеокамера, микрофон, интернет. Аппаратураны пайдаланбастан бұрын тексеріп алғаныңыз жөн. Жоспарлау. Әрбір журналист материалын халыққа тез әрі түсінікті жеткізу үшін нақты бір жоспармен бастағаны жөн. Бұл материал оқырманға қаншалықты қызық болады? Фото, аудио, видео, инфографика ішінде қайсысын қолданғанда менің материалым жақсы шығады деген сұрақтарды материал жазар алдында өзіңізге қойып, жауабын іздеңіз. Уақыттың өзі дүниеге әкеліп отырған мультимедианың журналистке қоятын талаптары күшейіп отыр. Менің байқағаным, мультимедиа журналисті кем дегенде 3 нәрсені білуі керек. Олар біріншіден бағдарламалау тілдерінің негіздері, екіншіден гипермәтінді контент және үшіншіден әлеуметтік желі арқылы тарату жолдары болып табылады. Аз сөз, көп сан. Мультимедиада журналистикалық сандар көп. Оның ішінде сізге статистикамен жұмыс істеу керек болады. Бұл кезде тек мәтін емес, сандарды сөйлете білуіңіз керек. Мәтіннің аздығы ақпарат пен жұмыстың жеткіліксіздігінен емес. Мультимедиалық журналистика негіздерін жоққа шығармайды. Тек ақпаратты беру тәсілі өзгереді. Ақпаратты ұсынудың тиімді тәсілдерін біліп, үлкен көлемді ақпаратты қысқаша етіп беруді үйренген жөн. Мультимедиалық журналист фото, видео, мәтін, инфографика секілді бірнеше форматты біріктіре алатын өз ісінің маманы. Сондықтан мультимедиа журналисі қоғамда қажет екені сөзсіз. Сіздермен бірге болған жас тілші Бағдат Ақнұр, сау саламатта болайық.